Маконың маған дырылдаған историясын айтып беремін. Қана екеуміз соттап кетіп алғанымыз бар. Қана емен болған историяны айтсам просто не сен болып беріп бар ғой. Бүгін мына жерден green flag болып шығу керек үшін. Мада рилс қарап отқан Нұрғиса ма жас бала емес. Ассалаумағалейкум. Бүгін бізде тар подкаст. Тары? Тары подкаст понятно. Мен кеше аты жоқ подкаст деген мен жүрмін. Неге тар десеңіздер, біз тар жерде отырық. Тар ма? Тар, мен тары деп тұрмын ғой. Құлағың естімейтін сонда кеше. Тар жерде түсіріп, тар жерде отырғандықтан подкасттың атын солай деп қойдық. Қатты мағынаға үңілінген екенсіз. Енді бұл тар подкастта қонақтар өзінің басынан өткен қызықты оқиғалармен бөліседі. Өтірік айтуға болмайды. Досыңның басынан өткен оқиғамен бөлісуге болады. Мен Маконы бүгін жеп қоямын. Екеуің бір-біріңді жеңді. Менің уже бар ғой, историям бітті. Мен уже 6 выпуск шықса, мен 6-ауына 2-2-ден айтсам, значит мен 12 уже история айтып тастадым, короче. Онда битик, примерно әңгімені бастап бер. Сосын біз ары қарай айтайық. Бұл, короче, мен құттай кезінде болған оқиға. Құттай кезімізде бәріміз аулау туылыс жүрдік. Даже дом мен дом туылысетін болдық қой, осында туылысетін болдыңдар ма? Сөйтіп, короче. 35 пен көп туылыстық. Микромен туылысып аттық. Сол кезде, короче, өзіміздің двордың балдарымен нефтемі үлкен микромен туылысып аттық. Мына бір қуысқа келдік. Бізде адам аз конкретно, анаяқта толып бір адам дейтін. Қасымыздағы бір баланың үлкен ағасы шықты, сендердің құрдастарың шамамен. Сол шықты да талпаны тоқтаттыр, короче, орысында қуыста ғой, мынандай қуыста. Анау алдына шығып кетті де, мен өзі андай пеш жеңіп кеткен адам сияқтылып кетірмін, ана арты қуып жібереді деп. Бір кез ана брат тұрады да, басыңды арал деді ғой. Не ит бастырғандай болды. Жоқ, ана тұстап тауықты өлестіргендей. Босат жүрген. Сөйтті де кәнгідей артқа қарай қаштысын ғой енді. Андай бір кино болды ғой, бет жүгіріп кетеді да, мынаққа орылады. Бұфты бірдеңе түсіп жататын кино. Сондай сияқты болып бет змейкі болып қаштым да. Бір бала андай жыртылып жүрді. Жыртсаймыз қазір көнбе өйна. Ана брачкаға айтып қой, шөлмектер мына жерге жинасын, мына ағаштар мына жерде тұру керек деп жыртылып жүр ғой бір бала. Андай қатты активно болып кетті, негізі қатты ондай не бала емес. Жүгіріп қашып кеттім да. Бәріміз бытырап кет. Ана талпымен кәнгіде андай нелер болады ғой. Амонда кіріп келеді ғой. Жер жұмыс клеп бар ғой. Сондай сияқты кіріп келді. Мен өзімнің подъезіме кірдім де. Банаға бол жүрген бала бар ғой. Жыртамыз деп жүрген сол бала бар. Есікті қағып жатырмын, ешкім жоқ. Ашпайды, уже балдар деп кіріп жатыр уже дворға. Жүгіріп бардым да, нені қарап тұрмын, ана подъездің терезесі бар, терезеден қарап тұрмын. Аллах кетен кәдімгідей бар ғой. Адамдар бит жүгіріп жүр ғой. Соғыс бастап кеткен сияқты кәдімгідей бар ғой. Ана бала бар қасында. Деп анда мен есікті қақтым да терезеге қалдым. Ана есікті қақ. Бағдат сен кіретейші. Құттай кіремін. Андай ғой, ол кезде үйге кіргізбейді. Мамадан сұрайсың, рұқсат сұрайсың сол кезге. Ана бала сөйтіп қорқып бір қарасам 5-ші жерде жүр ғой бір екен. Бана жыртамда жүрген бала. Сөйтіп өз өрт екенін дәлелдеді сол историяда. Бірақ біз ауыл туылысуға қарсымыз. Қарсымыз. Лучше қырылғанша бәрің дос болыңдар. Менде мынандай бір история бар. Баяғыда мына 7-ші ауылда бір дом болды, аварийный дом. Никитаж ба? Қазына дейтін бар ғой, СДН қазына, қазір сол жерде бір дом болды. Ол кезде бар кезі, короче, қазір жоқ қой енді. Сол домның қасынан, короче, өтіп батамыз, дос балдар бар. КВН ойнап жүрген кездер қасында ана Күлегештің балдары бар. Нұрсұлтан Базарбай, Қанат, Аслан, сол бәріміз кетамыз да, в общем. Темекші қояқ деп мана подъезге кіріп кетеміз ғой, в общем. Мана домның подъезіне кіріп кетеміз, темекі шекпендері. Сөйтіп подъезде темекі шегіп тұрып енді вроде шулап кеткен болып тұр ғой, улап шулап, сосын бір мужик есік ашады да, ей, не шулап тұрсың, не істеп тұрсыңдар дейді ғой. Біз тұрамыз, братан, дос балаға келіп тұр едік дейміз ғой. Қой, не ал дейді ғой, сонда домда мен жалғыз өзім тұрамын ғой. Ана аварийный дом ғой, бәрі көшіп жүрген ғой, ана братан өзі қалып қойған. Қарабет дейді, өлең Наместе стоп болдық, короче. Екеуің таныстырмаппын ғой мені. Мынау вообще қоқып отыр ғой. Қопырап отыр ғой. Таныстырып жіберейін. Кештен кеш жақсы. Менің үлкенден бастап, менің сол жағымда отырған жайдарманшы, бұрын жайдарманы ойнаған жігіт. Және бұл киноблогер, киноға спойлер жасап, кино туралы айтатын контенттер түсіріп жүрді. Жалпы медийный адам. Менің оң жағымда отырған бұл Азамат Төрехан, осы Құлсарының атын қорғап жүрген. Жоңғарлардан атымызды қорғап жүрген. Біздің көрермендеріміз дұрыс емес, походу. Биткестер әншіміз Азамат Төрехан, және бұл тек қана әнші емес, сонымен қатар блогер, видео түсіреді. Мынадай бір история болған. Мен баламда өзім екі ұлым бар. Короче, ұлым туылғалы өзімде андай не қойдым.
өзім барлық жаман әдеттерімді қоям, в общем, ұлыма дұрыс нәрсе көрсетемін. Как бы это банально не звучало, мен, короче, көзім жетті, что ол саған қарап бой түзетін. Енді әлі кішкентай ғой, бірақ мен нені жақсы көремін, ол соны жақсы көреді қазір. Мен не қараймын, ол соны қарайды. Сөйтіп 1,5 жасынан бастап мен мешітке апармын. Мешітке бара бастадық. Сөйтіп құптанға барамыз, сөйтіп жүреміз. Бір күні Құлсарда емес, сразу айтайын, бір мешітте болған жағдай. Екінтіге бардық, екінті намазына барып тұрық. Бәріміз сапта тұрық, намаз басталып кетті, сапта тұрық. Аланшық мен қасымда тұрды осылайын. И телефонын қойып қойған, бүйтіп оқып тұрмыз. Енді ол намаз анадай іштей оқиды. Күн бар кезде іштей оқиды, бәріміз сөйтіп тұрмыз. Бір кезде телефонымды алдымнан алды да, маған қарады да, сызып кетті былай қарай. И мен уже ұмытып кеттім оны. Былай қарай кетіп қалған, ұмытып кеттім. Тыныш қойын, мешіттің іші. Бүйтіп оқып тұрсам. Сосын бүйтіп бір кезде бәріміз бүйтіп намазға бардық. Сол кезде сездім, мына жақтан біреу бүйтіп келатыр. Алдымызға бүйтіп келатыр. Бүйтіп тұрып қалған кезде анау телефонды былайынан ұстап алған ғой. Осылай ұстап алған. Мама, мынаның бәрі Аллаху акбар деп жатыр дейді. Енді қара, енді ары қарай қара. Сөйтіп келді, телефонды өшірді, алдыма тура солайынан қойды да келіп тұрды. Оқып тұр. Бір кезде тағы кетіп қалды, былай жүгіріп кетті. И отырсақ, бүйтіп бір кезде деген дауыс естідім. Бір кезде микрофонды гүдік деп қосылады ғой. Енді менің балам андай, ол Белучидің жаман фанаты. Страшно фанаты Белучидің. Микрофон қосты, гүдік естіледі ғой. Деді микрофонға. Тұрды. Стиль таза қызыл бар, микрофон лақтады бірекейін. Ұстатта микрофон лақтады, гүдік құлаған дауыс естіді. Жүгіріп кетті. Деді ғой. Содан ішімен... Есіне түсіп. Ең негізі адамның бар ғой, андай бір қызық кездері, студент кездері ғой, студент кезде неше түрлі оқиға басынан өтеді. Сол бір история есіме түсіп отыр. Нұржан дейтін досым бар, танисың ғой? Нұржан екеуміз, в общем, Атырауға оқуға түсіп жатырмыз. 9 бітіріп, үйдегілер келді бір квартираға. Привязанияға орналастырып кетеді ғой, короче. Таңертең сабаққа дайындалып жүрміз, киімдерімізді өтектеп. Біреу есік қағады. Барып ашамыз, Светтен апа келіп тұр. Кім мына үйде тұрып жатқан? Бірдеңе деп, біз тұрамыз. Бүгін келіп жатық. Ана хозяйкалерің айтында, Светтің ақшасын төлемеген. Бірдеңе деп күңкілдетті. Подъезден тоқта айырып тастайды ғой, короче. Көздерікше. Айт ана хозяйкалеріңе төлесін, сосын барып қосамыз дейді ғой, короче, Свет. Болды. Жүріп кейде, жақсы ештеңе етпес деп, сосын маған жарты сағат өтті, тағы есік қағады. Ну, реальная история, кәдімгі. Газдан келіп тұр, газдан бірақ. Тоже манағандай кипіш, біздің хозяйка төлемеген болып тұр ғой, бір шамадан бері ақша. Ұрсып, бірдеңе, манағандай ұрысты да, кухняға келді де, ана газдың несі бар ғой, соны тыйды да сымы ұрады да, короче, пломба салып кетті ғой, короче, титік болды. Жақсы енді деп отырып қой, қазір соғармыз хозяйка. Бір сағат өтті арада. Екеуміз мағандай не істеп жатық, тамақ ішіп, сөйтіп жүрік үйде. Бір сағат өтті, біреу тағы есік қағады. Нұржан айтады, ашпақ қойшы, суды тыйып кетер дейді. Қайта кетіп кетіп ашқан жоқпыз есікті, қағып кетіп қалды. Есіме түсіп кетті, студент кезде тоже. Біз баяда суға кетіріп алдық үйді. Бізге үйдегілер айқайлады, айттым ғой осының алдындағы историяларда. Үш болып тұрған жерде ол бардак болады, үй жиналмайды, банағыдай кішкене происшествиелер көп болады деген сияқты. Мама айтады ғой, сіздердің қастарыңа, короче, қыздармен тұрасыңдар дейді ғой. Мама ма? Мама айтады. Что мама екен да? Сөйтіп, қыздармен тұрсаң кішкене порядок болады ғой. Порядок болады, тамақ. Жоқ, ондай жағынан ойламас сенші. Бір жақсы, аяғы шіріп жүретін адамдар үйде аяғы шіріп жүрмейді. Өзі үшін... Мако сен айтып. Екеуім неге жасым кішек, тапап тастамасын ұстайын мені. Мама айтады ғой, короче, қыздарға кіргіземіз, қастарына қыздарым, білей. Короче, қыздар кіргіземіз, біз наоборот үшеуміз қыздарды кіргізіміз келмей жүр, короче. Қайна өтіп кетті. Бағдат қой. Ана үйде суға кетіріп алдық қой, соның астында ламинат, соның, короче, біз үйімізге алып кеттік та, анадан бітішіп атқасын жерде 4-5 үйім ба, бір 10 шақтысын алып кеттік. Мама айтады, короче, сендерге ертең осындай уақытта қыздар келеді, үйде жинақ қойыңдар дейді. Біз үшеуміздің миссиямыз ана қыздарды қорқыту керекпіз, қорқытып, кірмеу керек, осылармен тұрамыз деп айтпау керек. Анар енді кішкене үлкендеу қыздар бізден. Мен жаман ойлағым келіп отқан жоқ, бірақ өзі соған алып кеткен сияқты жайлап былай қарай қашады. Сөйтіп түнде деп сразу түнге кетіп қалған ба? Үйге тұрғызбау керек дедік те, андай масон бар ғой,
үшбұрышты ішінде көз тұрады осылай андай мүйіз шығып тұратын бірдеңе короче гуглдан қарап алдық та үшеуміз короче фломастермен суретін саламыз да андай жерлерге жарларға іліп қоямыз ғой как будто біз сатанистский адамдар сияқтымыз бар ғой ана кіріп келгенде сондай бір ана қыздар қорқады ғой енді сөйтіп короче Қытай жақтасады бірақ Қытай артын жапқысы келіп тұр жең кешкі деген үйге сондай нелер толтырып тастадық деген ғой іліп қойдық та андай картинкалер қойып қойып андай сондай істедік ана қыздар кетті ақыр соңында өзіміздің дегенімізге жеттік ати брат келіп айтып кетті мыналарың дұрыс емес короче мынау болмау керек мынау дейтін діннен шығарып жібереді деп одан кейін тағы саламат дейтін брат келгесін ол да сондай айтты значит дұрыс айтып тұрған екен деп бәрін алып тастап өзіміздің дегенімізге жеттік. Короче, менің келіншегіммен өзім жүріп бастаған уақыт моментімді келіншегіме көп жүгірем артынан. Бұл ана күлетін нәрсе емес бірақ не көп жүгірем. 7 жылдай ма, 8 жылдай ма жүгірем общем артынан. Одан ортада мен оқуға кетіп қалдым. Одан кейін артынан оқуға түсті. Карантин бітті. Біз Алматыға кеттік. То же самое манағыдай мен өзім тұратын бірге балдарым бар, оның бөлек тұратын өзінің қыздары бар, бірақ біз бірге ұштық короче Алматыға. Алматыға қонған кезде оның как якобы бірге тұратын қыздары ақтөбеде общем Айнұр бір өзі қалып қойды. Мен короче мына жаққа отказ беремін, тұрмаймын деп. Айнұрмен сөйтемде общем якобы біз Айнұрмен тұрып кетеміз, бірақ біз ортаға манағыдай бір әйел адам болды, қызы бар кішкентай, сосын Нұрхат болды менің қасымда, мен өзім аранжировщигім. Сөйтіп, общем біз тұрып бастап кеттік. Содан мен жұмысқа кеттім, ол оқуда жүреді, анау мен сөз салам, ол жоқ дейді, сезім білдірем, жоқ дейді, анау сөйтіп жүрдік. Оны сындырып алу үшін, қаратып алу үшін мен андай әдіске көштім. Подружкалеріммен жақсы болып алуды шештім. Айнұрдың бүкіл манағы өзінің араласатын узкий круг болады, 5-6 қыз болады. Солардың бәрін үйге шақырдым да, ол кезде суши пицца бәрін заказ бердім де, өзім кетіп қалдым. Bir кезде мен сахнада өлең айтып жатырмын, ол кезде бендте ән айтамын, өйстіп тұрады микрофон штативте. Ән айтып тұрған кезде қайта звондап жатыр Айнұр. Көріп тұрмын да. Басып тастаймын, звондаймын, қайтып басып тастаймын. Өлең бітті, сахнадан түсем де, алло десем, біз өртеніп жатырық дейді ғой. Айнұр айтады. Біздің тұрып жатқан дом, подъезд, в общем, бәрі өртеніп жатыр дейді. Сыртта адамдардың бәрі жүр дейді. Бірақ біз, в общем, өртеніп жатырық, в общем, тез бол деп тұрып қойып короче. Мен ойладым, пранк короче мынау. Пранк дедім. Мен өйстіп жоқ, ол моменттерде мен қатты ілініп жүрмін. Такси шақырып, такси келе қалды. Телефон жауап беріп қарасам, уже келіп қалыппыз да. Біз дворға қарай кетіп қой. Сосын звондап жатыр, қараймын, тып-тыныш. Өтірік айтпашы деген кезде машина бұрылды ғой. Прикинь, біз енді ол кезде 16-та тұрамыз, 13-ші этаждан бастап жоғары қарай, в общем, бүйтіп лаулап жатыр. Көрдім, что қара түтін былай қарай шығып жатыр. Потом мне выясняется, что резина екен өртенген. Щиток өртенген екен. Подъезді қарасам, лифт жақ жабық тұр, андай неме жауып тастаған. Тек аварийный выход қана ашық. Бір ғана есік қой, надай ғана есік. Бірақ сол кезде мен көрдім адамдардың да того жаны тәтті, ана жер кәм маған көз алдыма андай бір қиямет сияқты көрініп кетті. Адамдар әжені итеріп жатқанын көрдім. Баламен былай қашып жүрген адамдарды көрдім. Солайынан үйден шығып кеткен, в общем, бәрі далада жүр. Декабрьдің 10-ы күн қақап жатыр. Астынан кіріп кеттім де, аналар артынан қуды мені. Мен короче 2-3 этаж жоғары қарай көтерілем де, мен семьям 16-ші этажда деп айқайлап. Олар тек қана 8, 9, 10 деп бұрылып кетіп жатыр да. Аварийный выход былай ғой, короче, бит кетіп жатыр. Екі жаққа қарай кетіп жатыр ғой. Мен айтып отырмын, сендер 16-ға жеткенше, короче, мен айтып отырмын, үйдегі мана әйел адам бар, кішкентай қызы бар. Менің көз алдыма елестеген Айнұр емес, ана 1 жасар қыздың тұншығып жатқаны көз алдыма келіп жатыр, короче. Кремде примерно стеналарды ұстап, бүйтіп кірген кездегі біздікі бұрыштағы подъезд еще. Қайерде? Мен соған барам да, есікті ашық қалсам, манағы, короче, 2 подружкасы тұр, Айнұр тұр, сосын манағы қыз тұр, кішкентай қызымен тұр. Сөйтемде, короче, бір-бірінің қолдарынан ұстаңдар деймін де. Айнұрдың қолынан ұстаймын, Айнұр аржан тік ұстап алды, осылайынан манағы жолды білесің ғой, былай қарай төмен қарай жүгіре бергем ғой мен. Былай қарай шықтық та, төмен қарай дік жүгіріп шығып кеткем ғой. Бүйтіп қолынан сүйреп алып шығып лақтырсам тек екеуі шыққан ғой. Айнұр шыққан, сосын тағы бір подружкасы шыққан. Екеуі тұншыққанда кейін қарай үйге кіріп кеткен ғой. Сөйтемде анадай ғой. Жозефина 2. Жаңағы момент есіме түсіп кетті да. Енді мен кейін қарай кірейін десем, Айнұр андай ғой. Кірме дейді. Тартып тұр да мені. Мен айтамын, енді аналарға кім барады деп жатырмын ғой. Мен өзім сөйтіп ойлап жатырмын. Қайттан көтерілдім, уже екіншісінде уже более-менее уже ашылып жатыр, жайлап ашылып жатыр уже мана бірдеңелер келіп жатыр уже. Сөйтемде біреуін алға қарай жүгіртемде, екіншісін сүйреп кеткен кезде екіншісі тастай салады ғой өз-өзін. Өз-өзін тастай салады.
енді оны аты жөнінен ештеңе айтпай ақ қояйын, бәрі күлді бәрі қазір. Сөйтіп өмірімде қандай қыздың зілдей болып кеткен бірінші рет көрдім ба. Ана кішкентай қыз негізі бар ғой. Прикинь, көтерем ғой ананы. Көтерем, иыққа салып бүйтіп алып шықтым. Сөйтіп в общем екеуін алып шықтым далаға. Сосын мен бүйтіп отырмын енді. Андай таныс дауыстар ести бастағасын мен өз-өзім жібере бастадым. Сосын келеді, көріп тұрмын ғой енді, отырмын ғой мен. Ол қыздардың бәріне қалайсыңдар, анау сұрайды да. Я нормальсың ба деді, жақсы дедім. Сосын кеттік магазинге барып қыздарға су алып келейік, может түтін жұтып қойған шығар деді. Болды дедім, тұрғыз жеш дедім, тұрғызды, тұрып қалған кезде дық деп бетпен құладым, короче. Тұрып қалғанмын сол жерде. Сөйтіп көзімді ашсам, анадай скорый болып жатыр, каталкамен уже мана нелерге қарата кіргізіп жатыр. Сөйтіп былай қарай палаткадан шығып барсам, былай тоже адамдар жатыр ғой енді. Айнұр жатыр бүйтіп. Мен бардым да, енді былай бәрі естіп тұрады ғой, осындай жер ғой. Сен ағасы ең бірінші шықтың ғой деген ғой. Бүкіл палата уә деп күлді. Енді ана жерде Республикасына адал қызмет еткені үшін 4 адам құтқарған үшін төрехан азамат марапатталады. Мына бермеймін, родной мен бермеймін. Ерназым мойнына жазасыңдар. бүкіл сондай ыңғайсыз историялардың бәрі Атырауда болған екен. Сол 3-ші курстың ортасына келген кезде андай болады ғой, білесіңдер ме, оқуға толпа болып түсесің, сосын жайлап азаяды ғой. Иә. Нұржан армияға кетіп қалады, в общем, тағы біреу заводшыға ауысып кетеді деген сияқты. Сөйтіп мен қасыма бірге жалдайтын балдар таба алмай қаламын ғой. Нема қиын да сондай кезде. Не туды, ағайындардың да үйіне тұрғым келмейді, андай бар ғой. Сол квартира таба алмай жүрмін. Сол мен Жәнібек дейтін досым бар. Сен танисың, 27-дің баласы. Мамасы біз мектепте сабақ берді. Сол Жәнібекке соғамын ғой, Жәнібек досым. Үй тапқанша сен үйінде тұра тұрайыншы деп. Давай смело кел біздің үйге тұр, анау-мынау дейді. Үй тапқанша емес, в общем, оқу бітіргенше. 1 жыл жарым сол үйде тұрамын ғой, в общем. Бүйтіп қалың екен құрсын. Дипломымды алам, оқу бітті, выпускной бәрі бітті, ауылға кетейін деп отырдық, тарайын деп отырдық, в общем, болды. Соңғы күндері Атыраудағы жүріп, Жәнібек айтады ғой, короче, жушиш дипломыңды дейді. Давай, жойын. Біздің үй тегін тұрып келді ғой, қайтқа дипломын жушиш дегенше. Қызылмен бітіріп аттым мен еще. Сол, в общем, дипломды жуатым болып келсеміз, мына жерде бір предыстория бар. Осы история қазір жолда шығады. Түсінесіңдер. Сол күні Жәнібектің үйіне ауылдан әжесі келді. Ағасын алып келеді. Андай емшіге оқытуға. Ана ағасы қатты ішеді, короче. Соны оқыту керек, в общем. Сол мана күні болып жатыр бәрі. Екеуміз шығып кетеміз. Барамыз, отырамыз, ішеміз, мынандай стол бәрі күшті. Нормально оқып екеуміз. Былқып тұрық, короче. Сосын, в общем, үйге келеміз таксимен, Жәнібек тұра алмай тұр дейді. Тұра алмай тұр андай, аяққа. Шатай сөйтті. Мен айтамын, мен родной, мен есік қағам, кім ашса да сөйлеспейміз, короче, бар ғой. Определяспейміз. Аяқ киім шешеміз, залға барамыз, жатамыз, ұйықтаймыз, болды, демаламыз. Болды дейді. Бәрі нормально ма, сенде деймін, құсасың ба? Жоқ. Бәрі нормально, әйтеуір, кеттік, жатамыз, болды. Есік қағамыз, мама ашады. Алластылар дейді. Сыра түрін андай ғой, екеуміз. Ана мұрт комнатта тұрады ғой. Фаталити жасайтын жер. Кірпе сәмірт дейсің. Екеуміз ұйықтап қаламыз. Әбет болады ғой, короче. Әбет болады, мамасы, папасы, бәріміз тамақ ішіп отырық. Ешкіммен сөйлеспейді. Бит жоқ сөйлеседі. Тек андай қасықтың дауысы шығып жатыр, андай бар ғой. Қасықтың дауысы шығып жатыр. В общем, тамақ ішіп отырық, нормально. Мана история бар ғой. Әжесі оқытуға алып кетті деген. Ананы оқыту керек болып қалды ма? Ағасын. Күшті отырыс болып отыр, әбет ішіп отырық, мама сорпа пісіріп қойған еще, ауырғаннан кейін сорпа әдемі кетеді. Сөйледі ғой Жәнібек. Нема? Ана братты оқытуға апардыңдар ма? Мамасы сол жерде шарға ине тығып алады ғой, соны жарылды ғой мамасы дейтін бар ғой. Оны емес, сені апару керек оқытуға. Алқаш, әкесі алқаш, баласы алқаш. Ағасы алқаш, одни алкаши собрались в этом доме. Я просто деймін да, просто сөйлемей-ақ қойшиш. Кеше түнде допускать етіп қойдым ғой. Сөйлеме, просто тамақ іш, кит болды, кит ана жерде. Саған ешкім ұрсатқан жоқ қой. Кеше неге іштіңдер, анау-мынау деп. Айқайлап отыр, троечник, сен адам болмайсың. Өзіңдей маконы қараш, ішпейді дейді. Макома бастап тұрған. Қызылмен бітіріп отыр, сен жүрсің, троечник, алқаш, бірдеңе деп сол жерде бандай бар ғой. Сен маминый подружки болып тұрған жерде. Бірақ мен мана апарып жүрген ана ішуге. Сонымен подкаст аяқталды. Қонақтар өзінің басынан өткен қызықты оқиғалармен бөлісті. Бұл жерде енді күлкілісіз де бар, күлкілі емесіз де бар. Озабоченный түрлері де бар. Енді біздің подкастты қолдап, комментария жазып, лайк басып, қолдап кетіңіздер.
келесі кім шақырайық? келесі подкастқа кім шақырайық, осыны комментарийға жазып кетіңіздер. Ал сендерге рахмет келіп қолдап жатқандар. Неге құр рахмет? Бір парфюмер